Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, қалдарыңыз қалай, көңіл-күйлеріңіз жақсы ма? Егер де сен, досым, күнделікті бір уақытта ұйықтап, бір уақытта жататын болсан, яғни режим сақтайтын болсан, онда саған ұйықтау ешқандай қиындық туғызбайды. Бірақ егер де бүгін сен түскі 12-ге дейін ұйықтап, потом ерте маңызды бір оқиға болайын деп тұрғандықтан, ерте жатуға тырысатын болсан, қиындықтың көкесі осы жерде болмақ. Дегенмен де өзіңді қинатып ұйықтатуға болады ғой? Әрине болады. Сол үшін назарларыңызға морпехтар қолданатын 5 минутта ұйықтап қалу әдісін сіздерге бүгінгі видеода ұсынамын. Ол үшін біріншіден төсекке жақсылап жайғасамыз. Өздерінің самый любимый позаларына. Менің мысалымда бұл ішпен жатып ұйықтау. Хотя кейбіреулер айтады, негізі ішпен жатып ұйықтау зиян дейді. Бірақ мен өмір бақи 24 жыл бойы осылай ұйықтап келемін. Сондықтан да кім не десе де маған бәрібір. Достар, бұл әдіс негізі 5 қадамнан тұрады. Соның ең біріншісі бұл тыныс алуды реттеу. Яғни ұйықтап жатқан адамды білесіңдер, өте баяу тыныс алады. Сондықтан да мынандай тез-тез деп демалудан біз ақырын баяу тыныс алуға келуіміз керек. Деген сияқты. Бірақ бұл жерде айта кететін бір момент, егер де сендер тез-тез демалып келе жатып, резко ақырын демалып қалсаңдар, может быть, кішкене сендердің бастарына айналып қалуы мүмкін. Сондықтан да именно ақырындап, баяу-баяу түрде, жасанды түрде тыныс алуымызды азайтамыз. Қадам нөмір 2, осындай тыныс алуды сақтай отырып, маңдаймен бетті босата білу. Өте бос ұстай біліңдер. Мына шекені әсіресе, себебі адам қатты нете бастаған кезде, бірдеңке ойлап тұрған кезде шекесі бүйтіп напряжениеда тұрады. Сол үшін шекені босатамыз, және де бетті босатамыз барынша. Қадам нөмір 3, қолмен иықты босату. Біз жәнеден бері маңдай мен бетті босаттық, енді қолмен иықты босатамыз. Барынша, чтобы олар төсекте бос жататындай ілбіреп, сендердің ешқандай күш салмауға тырысыңдар, оған жарай ма? Қадам нөмір 4, біз маңдай мен бетті босаттық, қол мен иықты босаттық, енді аяқты босатамыз. Аяқты барлықна, бедраларды, бүкіл жағын босатуға тырысамыз. Елестетіңдер, что сендердің аяқтарын өте бос, ешқандай жұмыс атқармай-ақ, құр ғана төсектің үстінде қалқып жатыр деп ойлаңдар. Нөмірі 5 және де ең соңғы, ең маңызды қадам, ол ештеңке ойламау. Мен білем, қазір сендер айтасыңдар, қалай сонда адам вообще ештеңке ойламау мүмкін емес қой деп. Дұрыс айтасыңдар. Сондықтан да ештеңке ойламау мүмкін емес болғандықтан, себебі біз әрдайым бірдеңке ойлап тұрғандықтан, онда тек қана бір нәрсені ғана ойлаған дұрыс. Яғни біз миымызды тек қана бір ойға ғана байлап тастаймыз. Соның арқасында ештеңке басқа да мысльдер миға келмейді. Мысал ретінде, кейбіреулер, енді кейбір қазақтар тойларды санағанды жақсы көреді. Ал бірақ мен өзім анандай пешеходный дорожкадағы стоп деген знак бар ғой, кәдімгі дорожный знак стоп, қып-қызыл. Сол знакты ойлап жатам әрдайым. Сол знактың түсі қандай, оның жазуы қандай, оның қаттылығы қандай деген сияқты, тек қана соның физикалық қасиеттерін ғана ойлап, миды бір ғана мысльді ұстап тұрған дұрыс. Ол маған қатты көмектеседі, себебі миға кез келген ойлар түсе бастауы мүмкін. Мысалға, ерте маған экзаменде қандай сұрақ келеді екен? Стоп. Интересно, ана қыз маған не деп жазды екен? Стоп. Ипотеканы қашан төлеу керек? Бүгін 16 емес пе? Стоп. Не үшін Hyundai Solaris акцент деп ойлап тапқан? Екеуі бір машина емес пе? Стоп. Мен почему оң жақ қолым, сол жақ қолымнан үлкенірек болып баратыр? Стоп. Егер де сендер осы аталған 5 қадамның барлығын орындап шықсаңдар, ұйқыға тез жатып, ал ұйқыдан оп-оңай тұрасыңдар деген үміттемін.
эгерде видеонун пайдасы кичкене болса, лайк коюп, каналга подписка жасап, келесі кездескенше сау болыңдар.